жировой гепатоз деп. Бұл кісі мысалға өзі апарық өмір бақи медицина саласында жұмыс істейді. Қайдан келген жировой гепатоз? Ешқашан ішімдік ішкен емес. Өйткені күйеуі намаз оқитын кісілерден. Осы жерде талқылап көрейікші, кезде өте көп жировой гепатоз. Осындай. Бұны біз углеводный жировой гепатоз деп айтамыз қазіргі кезде. Себебі углевод дегеніміз не ол? Ол дегеніміз нан, нан тамақтарын. Алла асылдық қылмасын, бірақ бізде қазір міне нанның түр-түрін, тәттілерді көп жейміз, торт, печенье, пирог, пирожный, пирожки, енді самса, қамыр ауқатымызды барлығы наннан тұрады, Оның үстіне ол тәттісі бар, қанты бар. Одан қалса тағы да тәтті сулар қосылады оған. Осының барлығы қазіргі кезде бізде жировой, углеводный жировой гепатоз деген түріне алып келіп жатыр. Ең бірінші басты себептерінің бірі осы. Одан басқа оны қалай жеп жатыр? Жеме деп айтпаймын. Оны да жеуіміз керек, былай қалай жеу керек? Соның барлығын біз қазір енді бұл кісімен бірге талдаймыз. Және қалай одан 2-3 айда біз осы жировой гепатозды жеңіп шығамыз, соны айтамын.